Неліктен жылдар бойы жиналған ауру медицина тұрғыда емделмей, психосоматика саласы бойынша емделеді, ем қонады. Осы жайлы айтатын боламын. Менің каналыма тіркел, маған подписка жаса, және де достарыңа жібер, бөліс. Бір адам жылдар бойы бас аура береді. Медицина барады, қан анализдерін тапсырады, барлығы норма шығады, тағы да тапсырады. Енді адам деген бір жерді қарамай, 2-3 жерді қарайды. Сол 2-3 жерден қарап өткеннен кейін тағы да нормально шығады. Ну, кішкене изменение бар шығар, но не до такой степени. Бас аура береді, и ойлайды ішінен, мен аурумын ба, бұл не бәле деген секілді. Бармаған жерде қоспан тауып алады мысалы. И сол кезде психосоматика деген сала бар. Бұл жерде өмір бойы жиналып жатқан стресс, өкініш, қайғы, соның барлығы адам жинайды да, и какой-то момент ұмытып кетеді ондай нәрсені. Но организм оған сигнал береді. Ты чё? Ішіне жинай берсең бір жерден шығады деп ойлайсың ба деген сияқты, надо оны шығарып тастау керек деген секілді. Не ол кісі психосоматик маманға барған кезде ол сұрақ қояды. Қандай нәрседен стресс болып жатыр? Ішіңе не жұтып жатсың, яғни не сақтап жүрсің деген секілді нәрселер сұрақ қояды. Осы жерде, осы сұрақтан бастап уже жүйемендеп ішкі состояниені айтады. Бірі білсе, бірі білмес, психосоматика бұл жалған ауру емес. Бұл сенің санаңдағы бүкіл жиналып қалған, сана деген подсознание. Подсознаниеға жиналып қалған, ішкі жан денеге жиналып қалған стресстен туындаған жаңа сигнал береді да адам баласына. Сигнал ғылыми дәлелденген, что ұзақ уақыттағы стресс адамның иммунитетін түсіретін, қабынуды пайда қылдыратын, және де әртүрлі состояние кіріп, гормондардың бұзылатынын да айтқан болған. Дәлелдеп қойған. Психологиялық ауру, яғни жара, физиологиялық ауруларға әкеледі. Психосоматика бұл сол именно пайда болған тамырды табады, пайда болған коренді. Және де сол сезімдер шығара бастаған кезде адам өз-өзіне жемеймізін келе бастайды. Магия емес, бұл адам баласының өмір бойы жинаған бойындағы шындығы болып табылады. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, мына адамдар деген осы маманға барсақ неге жылай береді, неге олар видеосын сала береді деп. На самом деле есть люди, которые ішіндегісін шығарып айта алатын адамдар. Оны тыңдайтын адам да бар. Тыңдап оған кішкене болсын қолдау беретін. Есть люди, которые тыңдайды, бірақ типа шынысы бар деген сияқты қарайтын да бар да. Оларды жинала береді ондай нәрселер. Сол үшін де барып мамандарға барады. Көп деген аурулар, іште жатқан аурулардың бәрі соның барлығы пайда болады негізі. Кетпей бір прям тұрып алатындары болады. Тоже сіздер әйелдердің өзінде еркегіне жаңағыдай ренжіп, сол реніші уақытша байқалмай кететіндей болса, болған күннің өзінде де ол по-любому бір жерден шығады. Көп әйелдер не үшін женский жақпен ауырады? Сол жинап қалған стресстен болады. Еркегіне, бүкіл әлемдегі нелерге асқазан ауру неден пайда болады. Сол стресс, өкпе, реніш, айтылмаған, соның барлығы осыдан пайда болады. Сондықтан қазірден бастап ешқандай ем болмаса да, сондай мамандарға барып, болмаса өздеріңіз ізденіп, ішіңізден шығарып, именно анандай сенімді адамға айтпасаңдар, болмаса сені танымайтын адамға айтпасаңдар, ол нәрселерді. Сосын біздің кезімізде деген деп айтатындар болады. Мен сіздерге айтарым, бірінші Алланы жақсы көру керек, екінші өзіңді. Сен бақытты болсаң, сенің айналаңдағы ата-анаңда, бауырларыңда, жолдасыңда, бала-шағаңда барлығы бақытты. Егер сен хмурый, қар жауған дей ма, не еді осы? Басына қар жауған дей ма, қабағы тұратын дей ма, соның барлығы денеңде болып тұрады да. Просто былай айтқанда, ауру тапқанша ауырмайтын жол іздеу керек. Менің сіздерге кішігірім инсайт.